Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін жұмыстың алдында жүріп қайтайық деп шештік. Жаяу парктың ішінде жүріп бара жатып, жақсы ойлар келді. Видео түсірсек деп. Енді өткендегі видеода бір отбасылық құндылық туралы айттық қой. Ал енді екінші туралы айтайық. Айман, қалай қарайсың? Иә, келсем. Бірақ бірінші мен жаңбырдан кейінгі саябақтың иісі туралы айтқым келіп тұр. Енді мұрынды жарып, басты айналдырып, космосқа ұшыратындай ауа. Ал екінші отбасылық құндылық қандай? Махаббатым біздің отбасыда. Ол адамның көңілі, адамның қарым-қатынасы, инструменттермен. Біздің қарым-қатынасымыз. Иә, біздің қарым-қатынас және біздің басқалармен қарым-қатынасымыз, басқа адамдардың көңілі. Ол жағдайға қарағанда, инструменттерге қарағанда, болып жатқан нәрсеге қарағанда. Иә, болып жатқан нәрсеге, соған бір заттарға қарағанда маңыздырақ. Яғни бірдеңе сынып жатса да, бірдеңе жоғалып жатса да, адамның көңілі, қарым-қатынас маңыздырақ. Ол осы мен жақында, ол енді осы 10 жыл бойы бізде принцип ретінде қалыптасқан нәрсе болатын. Ештеңе етпейді деген. Күшті. Ал осы жақында Agile Product Management'қа оқығанда, Agile методологиясының манифестінің бірінші принципі екен ол. Біз соны отбасымызға алдық та, сол принципті. Жоқ, бізде оның алдында болды ғой ол. Енді соны біліп жатырмын да ол. Сол жақта да бар екен. Сол туралы білдік, қолданып көрдік жұмыста. Иә, өте маңызды, жаңағы эффективный деген қазақшасы? Эффективный айтады. Эффектив. В общем, қолдануға болатын принцип екенін түсіндік. Енді бір мысал келтіре кетсек, Айман, ол жаңағы. Осы жақында болған, біз сол принцип туралы. Кілтті жоғалтқанымыз, демалуға барамыз деп. Мына куртка Дубайда қалып кеткен. Сондағысы енді қаншама шығын шықты ғой, қарап отырсаң. Оны іздеу бар, уақыт кетті. Соны қарабастан, біз бір-бірімізге бір кінә тағып, сен үйттің, сен бүйттің деген сияқтындай болған жоқ. Задача бар ма? Болды, шешу керек оны. Кім не істейді? Соны алгоритмдарын айтып шықтық та, бірден істеп тастадық. 2 күннің ішінде шешіп тастадық. Енді куртканың келгенін күттік дағы. Әрине, біраз шығын шықты отбасымыздан. Біраз шығын шықты деймін да отбасымыздан. Иә, енді. Мен түсіндім не үшін анандай адамдарындай ұзын бір таяққа салып алып бүйтіп ұстап жүретін. Қол қалып кетеді екен ғой. 3 минуттың ішінде. Енді болды онда. Мысал айттық, принципті айттық. Барлықтарыңызға сәтті күн тілейміз. Жұмыстың алдында осылай паркке келіп жүріп қайтуға болады. Сондай ойға өзіміз келіп отырмыз.